Сәлем, мен Аскербек. Қазіргі уақытта ғалымдар аспан әлемін жан-жақты зерттеуде. Осы зерттеулердің арқасында көптеген планеталар, жұлдыздар, тағы басқа ғылыми жаңалықтар ашылуда. Бірақ осы біз аспан әлемін тереңірек зерттеген сайын, ол біз үшін қандай қауіпті екенін біле бастадық. Мұздықтардың еруі, судың азаюы, не ауаның толығымен ластануы ғарыштан келетін қауіппен салыстырғанда түк емес. Астрономдардың айтуы бойынша жерге төнер қауіптің 90% ғарыштан келеді. Бізге ғарыштан келетін қауіпті аспан денелерінің бірі ол астероид пен метеориттер. Дәл осы уақытқа дейін біздің планетамыз шамамен 5 рет астероид соққысын басына өткізген. Әр соққы сайын жердегі флора мен фауна түбегейлі өзгеріп отырған. Мысалға динозаврлар үлкен астероидпен соқтығысу кезінде жойылып кеткен. 2004 жылдан бастап ғалымдар біздің жерімізге қарай жақындап келе жатқан алып астероидты бақылауға алды. Бұл астероидқа Апофис деп ат берді. Ғалымдардың есептеулері бойынша ол 2029 жылға таяу жерге жақын болатыны соншалық біз оны далаға шығып жай көзімізбен көре аламыз. Зерттеулер бойынша астероидпен соқтығысу қаупі 10%. Я, 10% бірақ бұл 0% емес қой. Апофис бізге жақындаған сайын, біздің жеріміздің тартылыс күші оны өзінен тартып алып, оның траекториясын өзгертіп жіберуі мүмкін. Астероидтар өте қауіпті және өте үлкен болғандықтан біз оларды бақылауға ала аламыз және олардың соқтығысу пайызын есептеуге мүмкіндік бар. Ал метеориттер өте кішкентай болады және оларды бақылауға алу өте қиын және көбінесе олар біздің жер атмосферамызға кірмей жатып олар жанып кетеді. Біз оларды аспанда ағып жатқан жұлдыз ретінде көреміз. Бірақ кейде осы метеориттердің өзі де бізге қауіп туғызады. Мысалы 2013 жылы Челябинск қаласына аяқ асты метеорит түсіп, мыңдаған адамдар ауыр жарақат алды. НАСАның ақпараты бойынша бұл жарылыстың күші 500 мегатоннаға тең. Бұл 30 ядерлық бомбаның жарылыс күшіне тең. Астероид пен метеориттерден бөлек қауіпті аспан денесі ол жұлдыздар. Тіпті бізге жылу мен жарық беріп тұрған біздің күніміз де өте қауіпті. Күн бізге қауіпсіз, өте тартымды досымыз сияқты, бірақ күнге жақындап қарасақ ол қайнап тұрған ядерлық бомба. Оның бетінде секунд сайын мыңдаған жарылыстар болады және әр жарылыс ғарышқа гамма сәулелер мен радиацияларды лақтырып жатыр. Жердің магниттік өрісі мен атмосферасы бізге оны тек қауіпсіз мөлшерде ғана өткізеді. Бірақ кейде күндегі жарылыстың қуаттылығы артып, шамадан тыс радиация шығады. Сол кезде біздің жеріміздің қорғаныс қабаты шыдамай, олар радиацияны өткізіп, біздің жеріміздегі барлық тіршілік жойылып кетуі мүмкін. Біздің күніміз баяу ұлғаюда. Оның беретін жарығы мен өлшемдері 1000 есе күшейгеннен кейін ол Меркурий мен шолпанды балқытып біздің жерімізге жетеді. Кейін Марсқа, күн жүйеміздегі бөтен планеталардың барлығын балқытып жібереді. Ол жалпы күн жүйесін жұтқаннан кейін ақ ергежелге айналып жәймендеп суый бастайды. Бірақ оған дейін біздің жеріміздегі тіршілік жойылып кетеді. Жерге метеориттердің құлағаны сирек жағдай емес, олар үнемі біздің жерімізге құлайды және олардың өлшемдері шағын болғандықтан біздің жерімізге аса қатты зардаптарын тигізе алмайды. Біздің жерімізге құлаған Гоба атты ең үлкен метеорит салмағы 60 тонна. Ол 20 ғасырда Намибия атты жерде табылған. Қазіргі уақытта Гоба тек ең үлкен метеорит емес, алып темір кен орнының себепшісі. Көпшіліктің ойы бойынша комета деген өте қауіпті деп қалыптасып кеткен, бірақ керісінше олар өте ұсақ болады және жерге ол өзінің қаупін тигізе алмайды. Оны астероидтарға, метеориттерге қарағанда аспанда жақсы бақылауға болады, өйткені оның жалпақ тілмен айтқанда газ бен шаңнан тұратын құйрығы бар. 1994 жылы Юпитер Шумейкер-Леви атты кометаның қалдықтарымен соқтығысып аман қалды. Сол кездегі біздің күн жүйеміздегі ең үлкен планетаның температурасы күрт көтеріліп, оның аспанында әртүрлі газдардан тұратын бұлттар түзіле бастады. Сол кезде Юпитердің орнында біздің жеріміз болғанда не болатынын елестету өте қорқынышты. Деректерге сенсек, 1908 жылы Сібірге комета құлаған. Сол кометаны ұйымдастырған жарылыстың радиусы 2000 километрге дейін жеткен. Сол кезде біз космоста тұрып, әдемі жарқыраған бұлттарды көруімізге мүмкіндік болар еді. Біз сол кезде болғанымызда Астанада тұрып, Алматыда болып жатқан жарылыстың жарқылын көре алатын едік. Ғарыштық сәулелер үнемі ғарышта болады және біздің жеріміздің атмосфералық қабаты бізді сол әртүрлі сәулелерден қорғап тұр. Ғарышкерлер үнемі ғарыш кеңістігіне шыққанда олар скафандрды ғарыштық сәуледен қорғану үшін киеді. Ал егер сол ғарыштық сәуле біздің атмосферамыздан өтіп кетсе, ол адамзаттың барлығын жойып жіберуі мүмкін.
Одан бөлек апта сайын, ай сайын ғарышқа жер серіктері, ғарыш кемелері ұшуда. Олардың жарамды уақыты біткеннен кейін олар ғарышта қоқыс болып қалады. Қазір олардың салмағы мыңдаған тонна екеніне күмәнім жоқ. Сол қоқыстың біздің жерімізге құлаған жағдайлар болған, бірақ ешқандай өлімсіз, себебі ол тынық мұхитқа құлаған. Ал сол қоқыстар келесіде қайда құлайтын кім біледі. Сондықтан сен өзіңді дамыт, оқы, үйрен, шаршама. Осы ғарыш жайлы, мен жайлы, немесе сізді қызықтыратын басқа тақырыптар жайлы сұрақтарыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Мен барлығына бөлек видеода жауап беремін. Комета, метеорит, астероид, осылардың айырмашылығы қандай? Осыны білгіңіз келсе, біздің ВК-да группа бар. Сол жақта оқысаңыздар болады. Және менің Instagram, ВК парақшаларыма тіркелеміз, және осы YouTube-тағы каналға тіркелеміз. Сіздермен болған мен, Аскербек. Сау болыңыздар.